Ассалаумалейкум. Бізге келіп түскен телефон Samsung A70 телефоны. Экран блокировкасын білмейді, ұмытып қалған. Үйде біраз жатқаннан ұмытып қалған. Соны біз шешетін боламыз. Қараңыздар. Ол үшін бізге компьютер қажет. Және компьютерге осындай Type-C USB қажет болады. Бірінші біз hard resetке түсіруіміз керек бұны. Ішіндегі барлық мағлұматтарды жою үшін өзінің зауыттан шыққан настройкасына түсіруіміз керек. Бұл үшін бізге дауыс азайтатын кнопка мен өшіретін кнопканы бір мезгілде басып тұруымыз қажет. Бірнеше секунд басып тұру керек. Сосын Samsung деген жазу шыққан кезде үстімен дауыс көтеретінмен қосатын кнопканы бірге ұстаймыз. Сол кезде бізге өзінің зауыттық параметріне түсу қажет. Түспей қалды бізде. Басынан жасаймыз, USB-ді қосып аламыз. Ол компьютерға жалғанған болу керек. Кейін бір мезгілде бірнеше секунд ұстап тұрамыз. Өшкен кезде қосатын кнопкаға ауыстырамыз. Дауыс қосатынмен өшіріп қосатын батырмасын басамыз. Міне бізде hard reset режимі шықты. Ішіне келеміз. Wipe factory reset деген басып, өшіретін кнопка басамыз да yes дегенді басамыз. Болды. Телефонның ішіндегі барлық нәрсе өшіретін болады. Енді перезагрузка reboot системін алу деген телефонды қайта қосу деген батырманы басамыз. Міне қосылды. Қазір ішінде ешқандай мағлұмат болмайды. Тап-таза телефон болып ашылады, бірақ дегенмен ішіндегі бұрынғы тұрған Google аккаунтын сұрайтын болады, немесе экранның бұғатын сұрайды. Соны шешетін боламыз қазір. Бізге бұл қосылам дегенше бізге қажетті программамен таныстыра берейін. Бізге ең қажетті бағдарлама Samfirm деген бағдарлама керек болады. Samfirm архивта тұра бергені дұрыс. Архивтан шығарсақ антивирус оны өшіріп тастайды. Samfirmді ашамыз. Samfirm бағдарламасы ашылды. Оның ішінде Android тек қазір жабамыз. Android Tools басамыз да Bypass FRF деген таңдаймыз. Батырма MTP Bypass FRF деген батырманы басуымыз керек. Қазір телефон іске қосылғаннан кейін тағы да көрсететін боламыз. Оған дейін күте тұрайық. Сенімді болу үшін ешқандай монтаж, кесу жоқ. Басан аяқ өзіміз түсіретін боламыз видеоны.
Uzağa vaqt aladi bu. Android bizga qo'shilib o'tadi. So'tan bo'lamaydi. Bastı ayak deydi. Bastı ayak batırmasını basamiz. Kelisi. Buni hozircha o'tkazib yuboruv batırmasını basamiz. Shuni bizga Wi-Fi'ga qo'shilishimiz qajat bo'ladi. Wi-Fi'ning parolini yengizamiz. So'sni batırmasını basamiz. Shuni tekshirib Osloy uzoq vaqt oladi. Kutu ko'rib bizga. Ekranımız değil. Temiz. Ақпарат өңделу темірі. Оның ескі паролін сұрап тұр. Google аккаунтты ұмытпаған әлі де. Ескі паролін білмейміз. Қалай дерсек те ол өтпейді. Сондықтан теретін боламыз. Басамыз. Басқа бетке өткізіп қоямыз да. MPTV Bypass FRP дегенді басамыз. Күтеміз. Езбей жалған тұру керек. Көрініс. Сразу ма устроил? Сразу. İçinde adamlar var da Бірден аударылмайды ол. Біртіндеп аударылмайды ол. Программамен жасалынады да. Программамен жасалынғанда ол 1-2 сағат уақыт кетеді оған. Новый не olmaydı. Адам аттары ана телефоныңызда қалай тұрсыз, информация мынаған дәл солай көшіріп береміз. Компьютермен жасалынады. Қолмен емес. Так, мына жерге. Сайтқа кіреміз. Сайтқа кіретін боламыз. Ya. Так, Android
сайтына кіреміз. Тегі сосын бізге set screen lock деген батырманы басамыз. Үлгі деген таңдаймыз. Сосын өзіміз білетін бұғатты қоямыз. Жарайды, батырмасыма түсіндім. Енді біз артқа шығамыз. Келесі уақытша өткізіп жіберу дейміз. Қосылды, сосын батырмасын басамыз. Oldu mu? İşte бұғаттан шешілді телефонымыз. Күсіп жіберу деген басамыз. Oldu, telefon dayın işte қолданысқа. Өткізу аяқтау. Болды. Біздің смартфонымыз пайдалануға дайын.